Қаладағы жалпы саны 59 білім мекемесінің жартысы күрделі жөндеу жұмыстары мен әрлеуден өтті. Әлі де өтіп жатыр. Оған 1 миллиард 223 миллион теңге қарастырылған. Бөлінген ақшаға жылу жарық жүйесін ауыстыру, шатыр, терезе едендері жаңартылу қажет. Қоғамдық кеңес мүшелерінің жүргізген тексерістер нәтижесінде 5 нысанның қыркүйекке дайын еместігі анықталған. Дегенмен жауапты мамандар кестеге сәйкес жұмыстарын атқарып жатыр, себебі құжат бойынша жұмыс қазан-желтоқсан айларында аяқталуы тиіс. Қалған нысандар оқу жылы мен жылыту маусымына сақадай сай. Қалған білім мекемелеріндегі, яғни 32-ші, 24-ші, 37-ші мектептердегі күрделі жөндеу жұмыстарына қарастырылған қаражат мамыр айында берілді. Сәуір айында қарастырылып, мамыр айында бөлінді де конкурс жариялап, бұл маусым айында бұлардың қорытынды шешімі шықты. Осыған байланысты биылғы жаңағы оқу жылындағы білім мекемелерінде жүргізіліп жатқан күрделі жөндеу жұмыстары, яғни 1 сентябрьге, қыркүйекке аяқталмайтын болып отыр. Күрделі жөндеуден өтіп жатқан тағы бір нысан нөмірі 7-ші мектеп гимназиясы. Оған бөлінген қаржы басқа мектептерге қарағанда 2 есе көп, 300 миллион теңге. Кеңес мүшелері жүргізген тексеріс барысында жұмыс қарқыны баяу, тек 50% ғана аяқталғаны мәлім болған. Енді білім күнінде оқушылар 36-ші, 38-ші, 57-ші, 42-ші мектептерге бөлініп оқитын болады. Осылайша желтоқсан айына дейін созылмақ. Бұл ата-аналар, оқушылар үшін де қолайсыз, ал білім сапасына кері әсерін тигізетіні айтпаса да түсінікті. 7-ші мектеп, 32, 37, тағы сондай күрделі жөндеу жоспарланған мектептер жаңа оқу жылына дайын емес, себебі құрылыс жұмыстарын аяқтау мерзімі 2016 жылдың желтоқсан айына дейін деп берілген, кейбіреулерінде қазан айына деп берілген, кейбір жерлерде жұмыс қарқыны баяу, комиссия мүшелері осындай мәселелерді пысықтап, білім бөліміне жұмысты бақылауды күшейтуді ұсынамыз. Айта кетейік, күрделі жөндеуден өтіп жатқан мектептердің арасында 2016 жылдың 1 қыркүйегінде ашылатыны жоқ. Биыл оқу жылында біршама өзгерістер де бар. Оқушылар 3 тілді оқыту мен 12 жылдық білім беру жүйесіне түбегейлі көшеді. Сол себепті ағылшын тілі сағаты көбейеді. 5 күндік оқу жүйесі де енді 1 сыныптар жаңартылған білім мазмұны мен мектеп табалдырығын аттайтын болады. Сапалы білім алуға мемлекет мол мүмкіндік жасап отыр. Енді тек білім мекемелеріндегі жөндеу жұмыстары уақытылы аяқталса игі. Ақбота Қайнар, Әділбек Самаликов, 7/7 News.